2 қыркүйектен 8 қыркүйекке дейінгі нақты апталық жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты шамадан тыс, жанашырлық және ұсақ түсініспеушіліктерге назар аудару маңызды мәселелерге назар аударуға кедергі болады. Аптаның басында әріптестермен келіспеушілік туындауы мүмкін және ешқандай себепсіз. Тым категориялық болудан аулақ болыңыз, сіз үшін маңызды адамдармен қарым-қатынасты бұзу қаупі бар. Шығындарыңызды бақылаңыз, сіз артық шығынға бейім боласыз. Аптаның ортасында әрбір шешімді мұқият қарастыруға тура келеді. Ешқайда асықпаңыз, барлық ақпаратты 2 рет тексеріңіз, тәжірибелі одақтастармен кеңесіңіз. Сонда сіз көптеген мәселелермен күресіп, қателіктерден аулақ бола аласыз. Ауқымды және амбициялы жобаларды бастағанша бар назарды қолға алған дұрыс. Кейбір нәрселерді қайтадан бастауға тура келетініне дайын болыңыз. Нәтижесі толығымен сізге байланысты болатын тапсырмаларға назар аударыңыз. Апта соңында жақын адамдарыңыздың қолдауы ерекше өзекті болады. Овен отбасы үшін демалыс күндерін көптен бері көрмеген туыстарының ортасында өткізу зиян тигізбейді. Торпақ аптаның басында сізге уақытында байқап, жіберіп алмау маңызды көптеген сәтті мүмкіндіктер ұсынылады. Торпақтардың көпшілігі ең батыл жоспарларды жүзеге асыра алады және әсерлі нәтижелерге қол жеткізе алады. Көшбасшылық қасиеттері толық ашылады. Әріптестер мен басшылықтың алдында беделіңізді нығайта аласыз. Ықпалды меценаттар пайда болуы мүмкін. Жасалған мәмілелер әсіресе тиімді болады. Тәуекелді қаржылық операциялардың өзі табысты болып, жоғары табыс әкеледі. Аптаның ортасына қарай тітіркендіргіш және импульсивті боласыз. Ықтимал болмашы мәселелерді болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын және жол қозғалысы ережелерін сақтаңыз. Жақын адамдармен келіспеушілік болуы мүмкін, бірақ күрделі жанжалдар туындауы екіталай. Міндетті түрде өз көзқарасыңызбен келісімге қол жеткізуге тырыспаңыз, кейде ымыраға келген шешім ең жақсы нұсқа болады. Аптаның соңы келіссөздер, сөз сөйлеу және белсенді қарым-қатынас үшін қолайлы болады. Қоғамдық іс-шаралар мен кештерге қатысу көптеген жағымды эмоциялар әкеледі және қызықты адамдармен перспективалы танысуға мүмкіндік береді. Егіздер, аптаның басында маңызды істерді немесе ұзақ сапарларды жоспарламаңыз. Ойсыздық пен алаңдаушылық жағдайда ақылмен бағалауға және барлық жағдайларды ескеруге кедергі келтіреді. Сіздің барлық идеяларыңыз сізге байланысты емес себептерге байланысты жүзеге аспайды. Әріптестер мен серіктестермен өзара түсіністікке қол жеткізу оңай болмайды, бірақ біраз күш-жігермен сіз бәрін жасай аласыз. Үлкен сатып алулардан аулақ болыңыз және ешқашан қарызға ақша алмаңыз. Аптаның ортасы іскерлік қарым-қатынас үшін қолайлы. Сіз әртүрлі адамдарды тез жеңе аласыз. Сіздің сүйкімділігіңіз басқаларға айқын болады. Көптеген адамдар сізбен танысуды, достасуды немесе іскерлік ынтымақтастықты бастауды қалайды. Жаңа таныстар туралы асығыс қорытынды жасамаңыз, адамға жақынырақ қарауға уақыт беріңіз. Көптеген егіздер аптаның соңында күш-қуат пен жігерленуді сезінеді. Мақсатыңызға жету жолында сізді ешқандай кедергілер тоқтата алмайды. Офистік романтикаға араласу мүмкіндігі бар. Шаян, өзіңізді бақылау қиын болады. Ішкі тәжірибелер сіздің жұмысыңыздың нәтижелеріне жақсы әсер етпейді. Сондықтан аптаның басында күрделі немесе жауапты істерді бастамауға тырысыңыз. Күн тәртібіне назар аударыңыз, құжаттарды сұрыптаңыз, бір жерде қате бар жоғын тексеріңіз. Жылжымайтын мүлік операциялары үшін өте қолайсыз кезең. Кейбір шаяндар басқа жұмысқа ауысады. Аптаның ортасында қаржыға ерекше көңіл бөлген жөн. Отбасылық бюджетіңізді талдаңыз, сіз үнемдейтін нәрсе таба аласыз. Күтпеген көздерден жоспардан тыс ақша түсімдері болуы мүмкін. Спонтанды сатып алудан аулақ болыңыз, бірақ көптен жоспарланған сатып алулар сәтті болатыны сөзсіз. Сізді көптен бері мазалаған кейбір қарым-қатынастар аяқталып, жеңілдеу сезімін қалдырады. Апта соңында іскерлік және жеке қарым-қатынас сәтті болады. Ортақ тіл тауып, өзара түсіністікке қол жеткізу оңай болады. Арыстан, шешендігіңіз бен сүйкімділігіңіз апта басында өзгелерге көзге түседі.
Келіссөздер көпшілік алдында сөз сөйлеу және конференциялар үшін қолайлы уақыт. Бұрыннан бар байланыстарды нығайтып, жаңа байланыстар орнатуға мүмкіндік туады. Сіз өзіңіз туралы жақсы әсер қалдырып, пайдалы байланыстар жасайсыз. Кейбір бұрынғы қарсыластар сіздің жағыңызға келеді. Көптен күткен жақсы жаңалықты алуыңыз ықтимал. Аптаның ортасында топтық жұмыс жақсы болады. Сіз айналаңыздағыларды оңай түсіне бастайсыз, әркімнің күшті жақтарын ескеріп, жүктемені дұрыс бөле аласыз. Көшбасшылық қасиеттерді көрсетіп, беделіңізді нығайтуға мүмкіндік туады. Сіздің бастық сіздің күш-жігеріңізді бағалайды. Кейбір арыстандар ынталандыруды күтеді. Мәселен, аптаның соңы маңызды істер үшін аса қолайлы емес. Сізде бар нәрсені сақтауға тырысыңыз. Көп күш-жігерді қажет етпейтін таныс әрекеттерге назар аударыңыз. Жақын адамдармен қарым-қатынаста үйлесімділік орнайды. Бірақ даулы мәселелерді талқылау әлі де қажет емес болады. Бикеш аптаның басы батыл жоспарларды жүзеге асыруға қолайлы. Сіз өміршеңдіктің толқынын сезінесіз. Интуицияның артуы даулы жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға итермелейді. Іскерлік сауаттылық сізге ұзақ уақыт бойы ешкімнің басынан өтпеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Күтпеген жағдайлар болуы мүмкін, бірақ сіз кез келген жағдайды өз пайдаңызға айналдыра аласыз. Кейбір мәселелерді әріптестермен және серіктестермен талқылауды бейресми ортаға ауыстырған дұрыс, осылайша сіз тез ортақ тіл таба аласыз. Аптаның ортасында түпнұсқа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы кезең туады. Олардың барлығы мүмкін емес, бірақ сізде көп нәрсені істеуге уақыт болады. Сенімді серіктестер мен тәжірибелі әріптестердің кеңесі пайдалы болады. Кейбір бикештер әдеттен тыс жағдайларда қызықты таныстарға тап болады. Аптаның соңына қарай адамдармен сіздің шарттарыңыз бойынша келіссөздер жүргізу қиынға соғады. Ескі жаулармен соқтығысуы мүмкін, бірақ сіз оларды жеңе аласыз. Кішігірім сәтсіздіктер сізді аздап ренжітеді, бірақ сізді алаңдатпайды. Таразы асығыс қадамдар жасамаңыз. Аптаның басында жағымсыз салдарға әкелетін болмашы қателіктер болуы мүмкін. Сізге жағдайды бағалау және дұрыс шешім қабылдау қиын болады. Ақпаратты екі рет тексеруге жалқау болмаңыз және сенімді достарыңыздан кеңес сұраудан тартынбаңыз. Жаңа жобаларды бастау үшін ең жақсы уақыт емес, бірақ күнделікті жұмысты жеңу қиын болмайды. Біраз уақыттан кейін сіздің тартымдылығыңыз басқаларға айқын болады. Олар сізді жарты жолда ықыласпен қарсы алады, кішігірім жеңілдіктер жасайды және сіздің көзайымыңызды алуға тырысады. Ынтымақтастық, ұзақ достық немесе романтикалық тарихтың бастауы болуы мүмкін, сәтті танысулар мүмкін. Сіз өз уақытыңызды ұтымды басқара аласыз, осылайша сізде бизнеске де, демалуға да жеткілікті күш болады. Кейбір таразылар ықпалды меценаттарға ие болады. Апта соңында энергия мен белсенділік көмектеседі. Сіз баяғыда бастағанның бәрін аяқтайсыз. Сіз көптеген мәселелерді шешудің стандартты емес тәсілін таба аласыз және басшылықтың алдында өзіңізді жақсы көрсете аласыз. Саршаян уақытты босқа өткізбесеңіз, көп нәрсеге қол жеткізесіз. Апта басында интуицияңыз шыңдалады. Кәсіпкерлік және бизнесті білу сізге табысыңызды арттыру жолдарын табуға көмектеседі. Кейбір саршаяндар ұзақ уақыт қарсыластарынан басым болады. Шетелдік серіктестермен байланыс орнату үшін қолайлы кезең. Капиталыңызды салыңыз, сіз айтарлықтай пайдаласыз. Жақын арада сізге пайдалы болатын жаңа дағдыларды меңгере аласыз. Аптаның ортасында жауапкершілікке немқұрайлы қарап, өзіңізді қызықтыратын нәрселерге бейім боласыз. Қол жеткізу үшін көп күш жұмсаған нәрсені жоғалтып алудан сақ болыңыз. Асығыс уәде бермеңіз, мүмкін сіз оларды орындай алмайсыз. Аптаның соңы ірі мәмілелер жасау және қымбат сатып алулар жасау үшін өте қолайлы емес. Мүмкін болса, ұзақ сапарларды кейінге қалдырыңыз. Демалыс күндерін тыныш ортада, ең жақын адамдарыңыздың ортасында өткізіңіз. Мерген барлығы сіз ойлағандай бола бермейді, бірақ бұл ренжуге және бас тартуға себеп болмайды. Жоспарлағанның бәрі соңында орындалады, сіз күткеннен де көп уақыт жұмсауға тура келеді. Аптаның басы маңызды істерге өте қолайлы емес, бірақ сіз қордаланған ұсақ түйек мәселелерді оңай әрі жылдам шеше аласыз. Аз алаңдауға тырысыңыз, әйтпесе қалыпты жұмыс ырғағына оралу қиын болады.
туыстармен келіспеушілік болуы мүмкін. Сіз қарым-қатынасыңызды еш қиындықсыз жақсарта аласыз, бірақ сіз бірінші қадамды жасап, кешірім сұрауыңыз керек. Кейбір мергендерге бір уақытта үй шаруасымен де, кәсіби жауапкершілікпен де айналысуға тура келеді. Сіз басқарасыз, бірақ сіз аздап қобалжуыңыз керек. Аптаның соңы жаңа пайдалы байланыстар орнату үшін сәтті болады. Сіз әр түрлі адамдарға, соның ішінде ықпалды адамдарға деген көзқарасты оңай таба аласыз. Оптимистік көзқарас бірқатар маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. Тәуешкі аптаның басы қарбалас және жемісті болады. Сіз көптеген шығармашылық бастамаларды жүзеге асыра аласыз және көптен жоспарланған жоспарларды жүзеге асыра аласыз. Сіздің алдыңызда сіз жіберіп алмайтын көптеген мүмкіндіктер ашылады. Сіздің көшбасшылық қасиеттеріңіз пайда болады. Кейбір тәуешкілердің мансабын көтеру мүмкіндігі болады. Ықпалды меценаттардың өздері сізге барлық талпыныстарыңызда қолдау көрсетеді. Өзіңізге сенімділік кез келген күтпеген жағдайларды жеңуге көмектеседі. Аптаның ортасында іскерлік белсенділікті сәл төмендеткен дұрыс. Мұқият және абай болыңыз, шағын шығындар мен кенеттен қиындықтар болуы мүмкін. Мүмкін болатын қиындықтар сізді тоқтатпайды, бірақ олармен күресуге уақыт бөлуге тура келеді. Мәліметтерге назар аударыңыз, кейбір кішкентай нәрсе өте маңызды болып шығуы мүмкін. Аптаның соңында жұмысшы көңіл күйге түсу қиын болады. Тым көп жұмыс жасамаңыз, бірақ өзіңізді босқа қалдырмаңыз. Күнделікті істермен айналысыңыз. Демалыс күндеріне жақсы нәрсені жоспарлаңыз. Су құйғыш аптаның алғашқы күндерінде шабыттанып ынталы боласыз. Сіз әр түрлі адамдарды жеңе аласыз, олармен тез ортақ тіл таба аласыз және мақсаттарыңызға оңай қол жеткізе аласыз. Көптеген су құйғыштарға көмек ұсынылады, бұл пайдалы болады. Офистік романтикаға қатысу мүмкін. Жасалған мәмілелер қалаған пайда келді. Сіз оларды күтпеген адамдардан қымбат сыйлықтар болуы мүмкін. Аптаның ортасында басымдықтарыңызды дұрыс қоюға тырысыңыз. Әйтпесе, сіз көп уақытты жоғалтып, жақсы мүмкіндіктерді жіберіп аласыз. Жақын адамдармен қарым-қатынаста бәрі біркелкі бола бермейді. Кішігірім келіспеушіліктер негізінен сіздің кінәңізден туындауы мүмкін. Бұл орын алса, татуласуға алғашқы қадам жасаңыз. Айдың соңы кез келген бизнес пен маңызды істер үшін қолайлы. Бірқатар қарама-қайшылықтарды шешуге, пайдалы байланыстарды орнатуға және болашақ табыстардың негізін қалауға болады. Балық аптаның басында беделіңіз айтарлықтай артады. Әріптестер сізді жарты жолда қарсы алады және кез келген мәселеде көмектеседі. Әріптестер өте мейірімді болмаса да, келіссөздерде қажетті нәтижеге жету оңай болады. Қысқа мерзімді, бірақ табыстың айтарлықтай өсуі мүмкін. Жылжымайтын мүлік операциялары немесе жөндеу жұмыстарының басталуы үшін қолайлы сәт. Кейбір балықтар кеңселік романсты бастай алады. Аптаның ортасында эмоционалдық күйіңізге ерекше мұқият болу керек болады. Көңіл күйдің өзгеруі басқалармен қарым-қатынасқа жақсы әсер етпейді. Импульсивті әрекеттер көп уақытты түзетуге болатын қателіктерге әкеледі. Сондықтан ешқайда асықпаңыз, маңызды шешімдер қабылдамаңыз және сіз үшін маңызды адамдармен сөйлескенде ұстамдылық танытуға тырысыңыз. Біраз уақыттан кейін оң үрдістердің әсері айқын болады. Сіз барлық маңызды істерді аяқтай аласыз және жанжалда болған адамдармен қарым-қатынасты жақсарта аласыз. Бұрынғы күш-жігердің жемісін жинап қана қоймай, болашаққа сәтті бет-белгілер жасауға болады.